Изумрудный директор. Қараңыз, бұл жерде личный жаңағы жеке жасайтын балыңыз тоже 70 балл болу керек. Міндетті түрде 70 балдан жоғары болу керек. Сізде 3 директорская ветка. Мінекей, директор. Одан бөлек 500 балл жаңағы айтқандай отрыв болу керек міндетті түрде. Так, директордың астында. Мысалы үшін сізде мына жерде 3 директорская ветка және 4 директор шығу керек командаңыздан. 4-ші директорды қайдан аласыз? Мінекей, мына шыққан адамның астынан егер директор шықса, ол сізге есептеледі. 1, 2, 3, 4 директорская ветка, 500 балл отрыв, личный объем 70 балл, командный товарооборот 3500 балл болатын болса, все, сіз уже изумрудный директор званиясында боласыз. Енді қараңыз, изумрудный директорлар 4 поколениеден алады. Бірінші поколение 10%, екінші поколение 8%, 5%. Изумрудный директорлардың айлығы 200 мың және 300 мың теңге аралығында.